Армысыздар ағайын, алдарыңызда ұлт ұяты хабары. Бүгінгі қонағымыз қоғам қайраткері, Қазақстан журналистер одағының мүшесі Құрметбек Сансызбайұлы бауырымыз. Құреке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Құреке, әдетте мынау жақсы әндерді, жақсы әншілерді көрермендер сұрап жатыр. Көрермендердің қалауымен деп айтамыз ғой. Сол айтпақшы, сізді де оқырмандар, көрермендер сұрады мына эфирге шығуыңызды. Неге өйткені елімізде көші-қон мәселесі өте күрделеніп тұр. Күрделеніп тұрған себебі мынау Ресейдегі, Украинадағы жағдай, анау тәжіктердің Ресейден еліне қайтып келіп, еңбек етіп жүргендерін айтамын да, мигранттардың, еңбек мигранттарының. Олардың бізге көптеп келуі, міне осының бәрі көші-қон мәселесін одан әрі күрделендіріп отыр. Ал сіз болсаңыз, кезінде Моңғолияда үкіметте қызмет жасаған қазақсыз. Анау бостандығымыздың арайыл таң атқанда елге алдымен келген қазақтардың бірісіз. Содан бері мемлекеттік қызметте еңбек еттіңіз, Қазақстан мемлекетінде, қазақ елінде. Миграция мәселесімен шұғылдандыңыз, үлкен лауазымды қызмет атқардыңыз. Қазақша айтқан уақыттанда осы шаруаның білгірісіз, оңғыл шоңғылын, оның анау терең тамырын, қайдан шығып, қайда бара жатқандығын, біздің дархандығымыз, пейіліміздің кеңдігі, сол бір жағынан жақсы әрине, елдің бәрі бізге келгісі келеді, құшағымызға енгісі келеді, бірақ соның көбісі ашық көңілмен, дархан пейілмен келіп атқан жоқ. Жымысқы әрекеттерге барып атқаны бар. Біздің этникалық, мәдени қалпымызға, қазақи салтымызға салқын тигізіп атқандар. Мен анау экономикалық тұрғыдағы қиыншылықтарын айтпай-ақ қояйын. Осы туралы әңгімені бастасақ. Жақсы. Енді бұл миграция, көші-қон саласы деген жалпы өте күрделі. Содан кейін оның күрделігінің сыртында біздің елдігімізге, тәуелсіздігімізге тікелей әсер ете алады. Онымен қоймай біз енді сіз екеуміз мысалы екі үкіметтің, екі ғасырдың саясатын көрген болсақ, қазіргі 91-ден кейінгі өскелең ұрпақ біздің тек осы тәуелсіз Қазақстанның саясаты мен тәуелсіз Қазақстанның болмысымен тәрбиеленіп келе жатыр. Яғни бұлар ескіге де, содан кейін албат нәрсеге бұрыла бермейді. Өйткені бұлар осы заманның түлектері. Тұрымтай тұсында демекші, әр заманның, әр дәуірдің, анау қазақта бір мақал бар ғой, әр таудың аңын тек сол таудың қыраны ғана ала алады деп. Бұлар осы заманның қырандары. Осы дәуірдің. Бұлар әзір Қазақстаннан ешқайда шыға қойған жоқ. Бұлардың санасын ешқандай басқа нәрсеге уланған жоқ. Бірақ енді уланып жатыр. Қай жағынан сонда уланып жатыр? Бізге тәуелсіздік, бізде мынандай нәрсеге біз жете мән беруіміз керек деп ойлаймын. Біз тәуелсіздігіміз сақтап, қазақ елі деген атақ неден айырылмауымыз керек. Біз осыны екі көз қарашығымыз емес, жүрек көзімізбен көріп, осы біздің сүйегімізге дейін сіңу керек. Мен осы елдің, осы жердің есімінде. Сонда ғана біз елдігімізді сақтай аламыз. Сонда ғана біз жаңағы дүние жүзіндегі тәуелсіздігін жариялап, ел болып отырған, соның ішіндегі дамыған 50 елі бар, дамушы 30 елі бар деген сияқты солардың қатарына кіру үшін біз әркім патриот болуымыз керек. Патриот деген не? Өз ұлтына қызмет жасайтын адам деген. Көре алатын адам деген сөз. Осыған миграцияның саласы өте ерекше ауқымдық ықпал ете алады, әсер бере алады. Жаңа өзіңіз айтқандай, мысалы қазір Украина мен Россияның арасындағы қақтығыстан болып, екінші жылға кетті ма? Соғыс. Енді батысыңыз бар, Америкаңыз бар, Европаңыз бар, Россияның көптеген жаңағы сол жердегі байларының несіне байланысты санкция деген көп салды. Енді адам күнделікті тауып отырған өзінің байлығын ары қарай байлығының көзінен айырылғысы келмеу үшін не істейді?
ол осында кеп азаматтық алады, осында кеп тұрғысы келеді. Өйткені біздің қазақ деген өзі өте кең қолтық. Екінші өзі мән бермейді дүниеге. Әбден басына түскен дегенде түсінеді. Соған дейін жол беріп алады. Сонымен жаңағы анадан келгеннің бәрі жаңағы қазір бізде қанша, мысалы бір кезде 22 мыңға дейін барды деді. Шетелден келіп бізге компания құрып жұмыс ашып, елді жұмыспен қамтып жатқандар, өзінің адамдарын әкеп жұмыспен қамтып жатқандар саны. Ал енді бізде мысалы қараңыз, 91-ден бері бізден 5 миллионға жуық адам шетелге кетіп қалады. 5 миллион адам. 91-ден бері. Ал бізге қанша адам келіп жатыр? Бер айтсаң 3 миллионнан астық адам келіп алды. Орнығып алды. Жұмыс істеп жатыр. Еңбегін жүргізіп жатыр. Неге десеңіз? Олардың көбісі өзіміздің қандастарымыз шығар. Қандасыңыз миллионға не? Миллион жарым. Миллион жарым ба? Барлығы осы 30 бәленбай жылдағы. Келгені, сол келген миллион жарым өсімімен 3 миллионға барды енді. Бұлай айтылмаса. Осы өсім келген дегеннен шығады. Бізде жалпы мынау статистика деген енді айтыла бастады. Бізде жалпы статистиканың жалғандығы енді ғана ашкерленді. Бізде не болса, жаңағы сізге айттым ғой, біз өте рухты, өте патриот, сүйегімізге дейін сіңіп, ел жерін иесі екеніміз түсінбесек, біз елімізге адал қызмет істемейміз. Сондықтан болып қайтеді, үлкен кішілі әрбір тақта отырған шенеунік ана тағынан, бет-беделінен айырылмау үшін жалған жиып жалған статистиканы жоғары жібере салады. Ұлттық статистика оны біріктіреді, жариялай салады. Ал ол өмірге сәйкес келмейді. Жалған болғанда сонда не, адамдардың санын көбейтеме, жоқ әлде олардың жаңағы атқарып атқан істерін? Атқарып атқан ісімен біздің ұлттық идеологиямызға бізге төніп тұрған қауіп қатерді айтпайды. Өмірде жақсы мен жаман жарысып жүреді. Егер біз сол жаманды өзіміздің жақсы қасиетімізбен басып, жеткізіп, жүзеге асыра алсақ, ол жақсы. Міне жаман демекші Құреке, тек былтырғы жылы ғана 10 мыңнан астам мигранттар біздің заңымызды бұзған. 4730 адам жауапқа тартылған. Ол масқара ғой. Енді қараңыз. Бір жылда. Ол бір жылдағы бір-екі рейд жасағаннан ұсталып отырған. Ұсталмай жүргені қанша деп білесіз. Оның сыртында ол адамның бәрі бізге неге келеді, бізге неге қалғысы келеді. От мәселе сода. Сол адамдардың ішінде, жаңа сіздің сөзіңізге байланысты айтайын, 2023 жылы біздің елімізге сырттан 36 тонна есірткі кіріп кеткен. 36 тонна дегеніңіз бұл қазақтың елін құртып жібереді деген сөз. Ол бізге кіреді, біз арқылы Россияға кетеді, біз арқылы тағы бір жаққа кетеді. Транзиттік ең бастысы коридор болып тұр ғой, транзит. Ал енді қазақ есірткіні өзі өлсе жасай алмайды. 30 жылда велосипед жасамаған қазақ ел есірткі жасай ма? Соны шығарып тарата ала ма? Тарата алмайды. Осыны кім кіргізіп жатыр? Жаңегідер кіргізіп жатыр. Көрдіңіз бе? Жаңағы заңсыз бізге кеп не үшін отыр? Заңсыз жүргісі келеді. Қазақтың ақ көңіл дархан пейілін пайдаланады да, осында қалғысы келеді. Бізде өте бейбітпіз. Бейбіт өмір біздің көргеніміз. 30 жылда біз елдің алдына түсіп, құшақ жайып дамып кетпесек те, өркениетті елдің қатарынан қалғанымыз жоқ. Жеріміз бар. Әр үйде әйтеу кредитпен алса да, несімен алса да, бір үйде 2-3 мәшіне бар, зөйлдейтін асфалтыңыз бар, ел жеріңіз бар, қораңызда 1-2 тоқтыңыз бар, кейбіреуінде айғыры, жылқысы бар. Айтын не қылса да бір кәсібі бар. Өйткені біздің жердің байлығы әр адам егер еңбек ете алса, өлмейді. Аштан да өлмейді, көштен де қалмайды. Біздің тек Қазақстанда жер асты үсті байлығын айтпағанда 800-ге жуық өсімдік өседі. Бәрі дәрілік өсімдіктер. Қытайға мысалы бір ақпарат бар, бізден осы соңғы 5 жылдың ішінде 40 тонна дәрілік өсімдік шығып кетті деген. Ал ол Қытай оны істейді. Дәрі жасап, сол дәрінің бір талын әкеп бізге сатып отыр.
Оларға құйылып жатыр. Сол да заңсыз ғой енді. Заңсыз. Ал бізге Қызыл мия мысалы жоғалып кетті. Жас кезімде қызыл мияны біз орақпен орып малға шөп ретінде, азық ретінде дайындайтынбыз. Мына қараңыз. Мына Жоңғар Алатауының басы, мына біздегі Қапал, Текелі, ары қарай мына Лепсіге дейін. Бірақ ашын дәрінің үстінде отырмыз. Дәрі жасайтын жаңағы ол шөпкен емес, ана тамырын қазып алып кетіп отыр. Қайт шықпайтын. Ол бұған дейін қазылды ғой. Енді қазір тосқауыл қойылған шығар деп ойлаймын. Қоя алмайды. Бізде жаңағы миграцияңыз әлсіз болып тұр ғой. Мысалы қазір Орыс, Ресей миграцияның заңын қатаңдатып жіберді. Қазір Ресейге барсаңыз орысша сөйлеуіңіз керек бірінші. Екінші сіздің түп-тұқияңызды тексереді, кім екеніңізді тексереді. Сәл күдіктенсе кіргізбейді. Тұрғызбайды сізді. А бізге қолтығымыз ашық. Келгеннің бәрін тұрғыза береміз. Жаңағы әсіресе анау Евразиялық одаққа кірген елдердің еркін кіреді. Оның сыртында бізде 82 елмен визасыз режимге көшіп кеттік. Мен осыны өзі түсінбеймін. Сол 82 елді зерттеп көрдім. Бұл не қылған? Қайда бір аралдың елмен еден визасыз кіргеніміз. Мен бұны ойлаймын. Жасыңмен айтқанда президент былтыр 22 жыл айтып қалды ғой, біз 30 жыл 162 байды асырап келіппіз деп. Сол 162 байыңыз 162 ма, 1600 бе, 200 бе, кім білсін. Не қылса да біздің бүгінге дейін 30 жыл өміріміздегі мына бүкіл нормативтік заң актілеріміз сол кісілердің қолымен жасалған. Бізде өзі міне қаржылық пирамида деген былай. Міне қаржылық пирамида мынаған барады. Біз бір әулет үшін ғана жасағанбыз. Әлі де сол. Енді жоғында сол заңға қандай түзетулер енгізу керек? Сіз мамансыз ғой. Міне қараңыз. Мамансыз ғой. Былтыр жылдың аяғында президент айтты. Мен жаңа Қазақстанды, әділетті Қазақстанды құрып жұмыс жасап жатырмын. Осы әділетті Қазақстанды құру үшін 10 мың заң маған қайшы болып тұр деді. 10 мың. Мың емес. Ал енді қараңыз, осы 10 мың заңның күшін жойып, әділетке жету үшін енді ол қазір билік қайда? Әлі отыр ғой, бұрынғы кадрлар. Әлі де отыр. 60% отыр деген әңгіме шықты ғой әне. Вот енді сөздің жай статистиканың бәрі жалғандық енді шығып жатқанның бәрі содан шығып жатқан жоқ па? Оның әлі 60% отыр. Ол қайда отыр? Заң органында отыр. Заңды шығаратын, бекітетін, жүзеге асыратын жерде солар отыр. Оларды қазір қуып жіберсең орнына қайдан табасыз кадрды? Енді мәселе соған тіреліп тұр ғой. Оның сыртында бізде қазір дәрігер жетіспейді, мұғалім жетіспейді. Ал дәрігер жетіспеу үшін жаңағы бізге заңсыз миграцияңыздың ішінде шетелден келетін еңбек күші деген ұғым бар. Бұл өзі соңғы кезде мына көші-қон комитет тарағаннан кейін бұл тексерусіз қалды. Кім келіп сізге заңды қызмет жасап жүр, кім заңсыз жасап жүр, айырып білмейсіз. Соның ішінде келіп, мысалы Қытайдың ба, Европаның ба, жаңағы анаша есірткіңіз тарататын Ауғанстанның ба компанияларында 100 адам келсе, соның бір 10%-ы Қазақстанды 24 сағат зерттейді. Яғни бұрынғы мықты заңгерлер пенсияға шығып та келіп жүр, жайда келіп, соның ішінде жүр. Бізді зерттеп, тыңшылары ақпаратты жеткізіп жатыр. Қазақстанда қандай ақпарат алу керек, қандай компаниямен жұмыс жасау керек, кімді қолға түсіру керек, кімді сатып алуға болады ақшаға. Енді біздің ең жаман жеріміз ақшаны құлы болып кеттік. Анау ғасыр жарымғы құлдық санадан енді шығып, санамыз кішкене, мына жастар бәрібір қолмен ұстап, көзімен көрмесе қоймай түзеліп еді. Мына жаңа ғылымға, жаңа өркениет неге бейімделіп еді. Енді сол жастарға жаңағы бұрынғының арқасы мықты анаған ақшаны құл болып кеткендер жол бермей тұр. Бізде ең жаман нәрсе сол. Бұл ақшаның құлы болу деген жақсы нәрсе емес. Қазір топ-топ ұсталады. Мысалы, бұрынғы кезде ойлайсың, мекемені бастық басқарады. Бастық шара қолданып, бастық жауапкершілікке тартылады. Соңғы кезде не болды? IT дейміз, мынау ғылым дамып, біз бірақ компьютерлік жүйеге көшіп кеткеннен кейін есепшілер. Бұл менің өз ойым. Кез келген мекеменің бас есепшісін 5 жылдан ары отырғызбау керек.
даже 3 жылда ауыстыру керек. Дұрыс айтасыз. Өйткені бастығы білмейді, анау біледі. Міне қазір енді бұл бізде Жетісуды шуылдатып тұрған білім саласы болып тұр. Ол бір емес, қазір құдай қанша мектебіңіз кіріп кетті, қанша Қазақстан бойынша екен ғой, Қызылордаң, Бірақ Жамбылың, Шымкенттің, Павлодарың. Сол енді қараңызшы, анау басталды, ойбай анау сөйтіпті деп дізігінен тартып жатқан адам көріп тұрған жоқсыз. Топ-тобымен ұсталып жатыр. Сонда кім жасап жатыр? Бухгалтер, есеп бөлімі жасап жатыр. Көрдіңіз бе? Сол үшін бізде мына жаңағы президент жарайды, келесі президент бірақ рет 7 жылға сайлансын деді. Көп елде 5 жыл мен 2 рет сайлауға рұқсат. Ал бізде әкімдер 5 жылда 1 рет ауыстырылады деді. Заңды 5 жыл отырады. Депутаттарымыз да сол мысалы. Бұл 5 жыл деген бір айта салған әңгіме емес қой. Ол ар жағынан мына біздің қазіргі біз енді нағыз тәуелсіздік жолына түсіп, өркениетті елдің қатарына дамығанымыз 30 жыл болды. Ал Америкаңыз 300 жыл. Енді осы 30 жылдың ішінде көрген өмірімізден қалыптасқан нәрсе ғой. Сонда бұның да өзінің ғылыми негізі бар деген сөз. Көрдіңіз бе? Ал енді сол ғылыми негізді неге басшыларға ғана керектенеді? Бас есепшіге де керектену керек, кадрға дейін керектену керек. Ал анан кім ұстап отыр? Жұмыс жасайтын кім? Замдары, мықты бөлім басшылары мен есепшілер. Бұл енді жемқорлық ол тажал болып тұр ғой. Мына борсық деген жануар бар. Ұрған сайын семіреді жаңағыны. Сабаған сайын, біздің ауылда борсық көп, құмның арасында тұрамыз ғой. Содан білем. Бұларды түрмеге қамаған сайын, мынау жазалауын қатайтқан сайын, одан сайын жеп жатыр ғой. Сонда не істеу керек? Бұны енді шараны қатайту керек шығар. Анада мысалы бір мәселе көтерілді. Бұларды кәдімгі халық жауы дәрежесінде дейін көтеріп, сондай баға беріп, бүкіл отбасы мен халық жауының отбасы деген ана жылы мысалы кеңестер уақытында аталды ғой мысалы. Енді жақсы жайсаңдарды атып, бүкіл отбасына дейін халық жауының отбасы деп қызмет бермеді, жаңағы жоғарғы оқу орындарында оқытпады. Сондай бір шара қолдану керек шығар. Сонда оның отбасы ананың ақша жеуіне тосқауыл қояды ғой. Ақшаң керек жоқ, бізге қызмет керек, мына балалардың болашағы керек деп, оның әйелі алқымынан алмайым ертең ана күйеуін, жемқор күйеуін. Қалай ойлайсыз? Енді қараңыз, әлемде жаңағы бұл жемқорлықпен ең мықты күресіп, жаңағы сіздің айтқаныңыз жүзеге асырып отырған Япония ғана. Японияда бір шенеунік парамен ұсталып жұмыстан босатылса, оның өз тұқымын қоймай, оның құдасын неден жұмысқа алмайды. Құдасын. Бұл кәдімгі бекітілген заң. Ал енді қараңыз, сол Японияңыз, сол Америкаңыз 3 ғасыр дамып келе жатқан жемқорлық жоя алмай отыр ғой. Жоқ, біздегідей көлемде емес шығар енді. Жоқ, біздегідей емес. Бізде қайтып жою керек. Бізде бұны жоятын тек мына бағдарламадар. Компьютерге кіргізу керек. Бізде бүкіл ашық болу керек. Бізде қазір қараңызшы, бір терезе қағидасы бойынша халыққа қызмет көрсетеміз, жемқорлықты жоямыз деді. Өте күшті, өте жақсы бағдарлама еді. 2015-16-тан кірді ме? Не болса да. Ал енді қазіргі жемқорлықтың көкесі сол халыққа қызмет көрсету орталығында және салық комитетінде болып тұрған жоқ. Екеуі де бір терезе қағидасы бойынша қызмет етіп отыр. Мысалы, соңғы 3 жылда 60 мың адамға жүргізуші куәлігін халыққа қызмет көрсету арқылы заңсыз берген. Естідім, әлеуметтік желіден оқыдым. Қараңыз, 91-ден бүгінге дейін біз жол көлік апатынан 83 мың адамнан айырылдық. Жыл сайын 19 мың адам мүгедек болады екен. Ал 3 жылда 60 мың адамға заңсыз жүргізуші куәлігін берсек, бұл авария қайдан шыққан түсінікті емес. Ал сол заңсыз 60 мың куәлікті заңсыз берген полициямен соны заңсыз алған шопырға кім шара қолданды? Ал қазір өзгертейін деп жатыр ғой, бұрынғыдай әлгі ауыз-ауыз отырып тапсырады деп жатыр ғой. Енді ода да былық басталады ғой. Жоқ, енді қалай десеңіз де жаңағы айтып отырғаным, бұл компьютерлік жүйеде жаңағы бағдарлама арқылы қысып келе жатыр. Сонымен бұл өзі арнаға келеді. Бұл енді
Сонда халықтық бақылау болады, Халықтық- елдің бәрі көріп отырады деп отырсыз ғой. көріп отырады, болады. Оның сыртында бағдарлама, сіздің соткаңыз сізді ұстап береді. Сіз ол сотка ұстай алмай жүрмейсіз, бәрібір ұстайсыз. Ал сіздің соткаңызға бәрін кіргізіп тастайды. Сіздің жүріс тұрысыңыздың бәрін бақыланады. Қалай бақыланады? Енді 3 жылда біздің мемлекет 3 жылға жетпейтін де шығар. Қазір ерікті түрде деп жатыр. Соңында ерікті еріксіз сіздің удостоверениеңізге алғанда саусағыңызды басасыз. Сіздің саусағыңыз бойынша сіз қайда жүрсіз, 24 сағат бақылаудасыз. Мысалы, сіздің картаңызда Ол масқара ғой енді, ол менің ол жеке өмірімді қалай енді мен аңға шығуым керек мүмкін. Шыға беріңіз. Оның ар жағында әлгі охота аулауым мүмкін, суға түсуім мүмкін. Қайда барыңыз? Достарыммен қыдыруым мүмкін. Қыдыра беріңіз, заңды істеп жүре беріңіз. Қазір Арабияда мына көздің қарашығымен тек осы саусақтың ізімен ғана халқын ұстап отыр. Бұл екеуі де ешқашан қайталанбайды. Қазір әлемде 80 миллиард халық бар ма? Әлемдік баяғы жандармерия деген келе жатыр ғой, сол әлемдік бақылау. Мына сіз магазинге барасыз, соткадап жүрмейсіз. Алып шығасыз да, келесіз де кассаға саусағыңыз басып қаласыз, сізден ақшасын тық еткізіп алып алады. Сіздің ақшаңызды әйеліңіз ала алмайды. Әйеліңіздің картасындағы сіз ала алмайсыз. Бірақ бәрі әділетті болады. Бұл сөйтіп кеп өзінен өзі жойылады. Бұны енді дәл өздігінен қоя қоятынын көріп тұрғам жоқ. Өйткені қоя қояйын десе де, біз қазір әбеке миллион деген санды ұмытып кеттік. Миллион деп айта алмаймыз. Сіз екеуміз айта алмаймыз. Айтатындар енді миллион айлық алып жүргендер бар шығар. Қазір миллиард, триллион деген сөздер шықты. Сонымен есеп жасайды. Мысалы, Американың осы қаржы бақылау, қаржы жүйесін бақылап отырған департамент агенттігі Қазақстаннан жылында 16,7 миллиард доллар заңсыз, жыл сайын заңсыз шығады деп ашық айтты. Жыл сайын заңсыз 17 миллиард доллар сыртқа кетіп жатыр. 17 миллиард долларды теңгеге шағыңыз. 30 жылға көбейтші, 30 жылға. 30 жылға. Енді осыны қазір қайтаратын комиссия құрылды ғой. Біреулер айтады, жақсы қайтарылып жатыр дейді, біреулер тым сылбыр баяу жүруді, анау әлгі акулалардың ақшасы қайтпай жатыр, оларға шамасы келмейді комиссияның деп жатыр. Әбеке, ол былай нәрсе, ол менің өз ойым, жеке басым. Қараңыз, мысалы сіз Ұлыбританияда дүние жүзінде бірнеше банкі бар, атақты, жаңағы триллиондарды сақтап береді. Ол өте құпия. Ол басын кесіп алсаңыз да, әміре маған 1 триллион ақшасын сақтады деп айтпайды. Неге десеңіз, сіздің апарып сақтаған ақшаңыз сол елге қызмет істеп жатыр. Ол содан таза пайда көріп отыр. Ол қалай айтады? Сол үшін бұл жаңағы ол сыртқа шығарған, оның бәрін әкеле қоям деген әңгіменің бәрі бос. Қажы елдің бәрін білем, қай жерде қанша ақша жатыр, кімдікі жатыр. Мен сізге мен көмектесем деп отыр ғой. Бағдарлама деген не үшін айттым? Қазір біздің президент жаңағы 162 байыңыздың ақшасы қай аралдың банкісінде, қай елдің банкісінде біліп алды. Бірақ әкелу тек келісім арқылы ғана жүзеге асады. Егер анау келіспесе, әкелмейді. Ана иесі өзі қол қоймайынша, ана банк шығармайды, оны мүмкін емес. Оны шығару үшін оның үстінен қылмыстық іс қозғап, мынау әлемдік қылмыскер деген ондай сот бар ма? Біразымен келісті ғой. Ал енді ар ұятын ояту керек. Мысалы, қараңыз, осы жол жасыратын ештеңкесі жоқ. Бізге жаңағы қайтарды. Менің көзім жететіні, атын айтпай, жаңағы байлар миллиардтап ақша құйып жіберді. Су апатына. Құйды, иә. Құйды. Біз көрдік, енді көзімізбен көріп отырмыз ғой, жаңалықты естіп отырмыз, оқып отырмыз. Бірақ ана кісі атын айттырмай тұр. Бұл енді ары қарай жаңағы ар ұятына қанаған қалай десеңіз де әсер етіп жатыр. Осы тәсіл дұрыс шығар, оны соттап, оттап, түрмеге жапқанның пайданы, оның да біз қаражатын пайдалануымыз. Тек, мысалы, жаңағыдер сотта жіберсеңіз, ол сотталады да кетеді, ақшаны жаңағы қай елдің банкісінде сол елде мұздатады деген пәле бар. Дұрыс айтасыз. Жоқ, соттауда ол ұзақ процесс қой. Оны соттап, оны тексеріп. Халықаралық сот шешеді. Оған 10-15 жыл кетіп қалады. Одан да бізге олардың жасы айтқандай
ар ұятын, патриоттық сезімін мына қазақ еліне, туған халқына, қасиетті жеріне деген сүйіспеншілік махаббатын адами сезімін оятып, солардан әлгі жаудан түк тартсаң да пайда дейді ғой қазақ. Мысалы, жай мысал ретінде айта салайықшы. Ең соңғы білетін мысалы, Храпуновпен келісіп, Храпунов сені қазақ елі кешіреді, сен осы жолы міне тек бір ауданға неткен төнген су апатын мойның алдында көтере сал десе, ол Храпуновтың қазіргі шетелдегі ақшасын түсіп жатқан пайызы ғана. Дұрыс айтасыз. Ол бір ауданды алып шықсын, ертең мынау не деген періште деп біздің қазақ елдің қазақ деген ұлттың ең құдіретті қасиеті сода. Өте кешірімді. Өте рухты. Ол қанша жауласып, төбелесіп жүрсе де, әгі жаман достан жақсы дұшпан артық дейтін бар. Ақылды басты пайдалануға келгенде, қазақ өте кең қол, өте көрегенді. Анан кешіретті, ал анау бір қаланы тұрғызып берсін. Ол Қазақстан, біздің ақшамыз. Одан кейін тұқымына тиісіп неміз бар. Тұқымында шаруамыз қанша ол? Келсінде арғарай сол қалған ақшасымен жан сақтап жата берсін. Ал әкелмей қой, оның ақшасы Европаға жұмыс істеп жатыр ғой. Енді осы әңгімеңізден шығады, адалдық деген әңгіме шығады ғой, Құреке. Атыраудағы ұлттық құрылтайдың мәжілісінде отырысында президентіміз адал азамат, адал еңбек, адал табыс деген қағидатты қайталай алға тартты. Адал азамат болмай, әділетті қоғам орната алмаймыз деді. Шынында да ғой. Ол оқушы болайық, оқытушы болайық, әкім болайық, президент болайық. Адал адам болмаса, оның ар ұяты болмаса, иманы болмаса, одан қандай әділетті қызмет, ямаса бір елге деген әділетті көмек талап етуге болады. Осы тұрғыда ойыңыз, меніңше қазір қанша дегенмен қоғам серпілді ғой. Қоғам, әділетті қоғамға бет алып баратыр. Халық, мысалы, енді мен көп болам ғой, ел ішінде журналист ретінде. Халықтың әділетті қоғамға көп мәселелеріміз тез шешімін тауып жатыр, кредит алып жатырмыз, мынау құқық қорғау органдарының да бері қарады деп ол жылымық бар, әңгіме жоқ. Бүлдіріп отырғандар сол баяғыша биліктегілер, әр деңгейдегі, мен айтайын дегенім. Өйткені бес қол бірдей емес қой, бес саусақ бірдей емес. Басшы тіпті, мысалы айтайық, прокурорды алайық, қандай мықты прокурор болсын, оның ішіндегі орынбасары бар, сала-саладағы жаңағы бөлімдерінің басшылары бар. Соның бір жеріндегі біреуі бір кемшін жұмыс жасайды да, әлгі бір қарын майды бір құмалақ шірітеді дейді. Сөйтіп, халықтың мына әділетті қоғамға, жаңарған қоғамға деген сеніміне селкеу түсіріп жатыр. Мен жай мысалға алып отырмын да, ол барлық салада. Жаңа өзіңіз айтқан ақшорлап отырған білім саласында болсын, әлде болса тіпті ақшасын өсірсе де ауырып келген өмір мен ажалдың ортасында тұрған адамдардан соңғы тиын сыпырып алып жатқан дәрігер болсын, бұл бәріне қатысты. Енді осыны қалай енді президент айтпақшы, біз ұлттың жаңа сапасын қалыптастыруымыз керек дейді ол кісі. Енді ұлттың жаңа сапасын бір күнде қалыптастыру мүмкін емес қой. Оған 1 жылыңызда, 5 жылыңызда жетпейді. Ол бесіктен бастап қолға алынатын дүние ғой. Енді сондықтан қазір идеологиялық жұмысты күшейтуіміз керек па, халықтың арасында, әсіресе мынау биліктегі жүргендердің арасында, мынау халықпен жұмыс жасау керек. Құлағы түрік мемлекет болдық. Құлағымыз түрік, бірақ сол түрік болып жүріп, халықтың етек жеңін түріп алып жүрміз ғой. Енді қараңыз, мысалы біздің президентіміз бұл енді әлемдік деңгейде аты шығып кеткен саясаткер, әлемдік деңгейдегі 10 адам адал болса біреу. Адалдығымен танылған адам. Адалдығында шек жоқ. Тоқаев, Қасым-Жомарт Кемелұлы адалдығымен танылған адам. Бұл кісінің саясаты ұлттық құрылтайды не үшін құрды? Қазір бұл кісі мемлекеттік деңгейде бүкіл әкімді жиып ап, бүкіл партияны жиып ап айта берсе, ол бір
О, анау әлгі шенеуніктер өтірікті соғып жатыр дегенге келеді. Ана ұлт деген сөзді кіргізіп қойып, ұлттық құрылтай дегеннен кейін ел елең ете қалады. Ал ол жерде айтылған сөз қалмау керек. Ана кезіндегі Күлтөгеннің басында күнде жиын дегенді ақсақалдар бостан-бос өткізген жоқ қой. Сол жерде мәселені шешіп тұрды. Соғысып құрылтайда айтты, ол қалмайды. Енді қараңыз, бұл кісі неге қаншама генералды соттатып жұмыстан босатып жіберді? Қаншама антикорғадарға тапсырманы беріп, қаншама қылмыстың бетін ашты. Ана ұлы тұлға тіпті, ой, анаған адамның шамасы жетпейді деген адамдарды қазір жаптырды. Бұмен не дәлелдегісі келеді? Мысалы, бізде шындығын айтсаңыз, Күдебаев кезінде бұйрық орындайын деп жұмыстан босап қалды. Жұмыстан босағанмен қоймай, өмір бойы алған атағы мен абыройынан бірақ айырылды. Генерал адам. Міне, 2 айға жетер-жетпес уақыт болды ма, ішкі істер министрі қамауда отыр. Қанша атақ абырой, енді қараңыз. Ол кісі бұйрық орындайын деді. Орындамай қойса болушы еді ғой. Бірақ сол кезде қайтты. Ана үстінде отырып, жаңағы ана төңкеріп аламыз деген мәсімдіктерден ертең үкімет билікке біз барамыз, бұйрықты орындамасаң құрыйсың деді. Анау сенді мысалы. Ал енді сол сенгеннен болып айырылды. Енді халыққа осыны кім қайтып түсіндіріп отыр президент? Сол бұйрық берген адамды енді табуымыз керек қой. Жоқ, ол табылады ғой, қайда барады? Ол табылып ашылып қалды ғой қазір. Бірақ президенттің ұстанымы мен өзім ойым, міне, бүкіл жаңағы челектеп жиғаныңнан жаңғы секунд айырыласың деді. Осымен енді оның ұрпағы бар. Енді қараңыз. Мынауыңыз дұрыс. Осы сабақ болу керек қой. Осы сабақ болу керек. Бүкіл халық, әсіресе билікте жүргендер. Міне жастар осыны көргеннен кейін ойлайды. Мен мына бүгін болмаса ертең тұсалам. Ұсталам, дізгінін тартады. Ал осыны сіз екеуміз ауыл жерге, жаңағы ғана жетпей жатқан жерге барып айтуымыз керек. Міне, өмір бойы жиған бетпеделінен челектеп жиып, қасықтап жиып, челектеп айырылып қалды. Сіз енді әлі қызмет етіп жүрсіз ассамблеяда, елді жергілікті жерде көп боласыз. Қалай енді мына мамандардың қызметке деген ынтасы, халықтың оларға деген пікірі, жаңалықтың лебі бар ма? Жоқ, баяғы гой-гоймен келатыр. Жоқ, қазір заман емес, қазір адам өзгеріп кетті. Қоғам емес, негізінен адам өзгерді. Бірақ адамның санасы түбегейлі бәрін жеңіп өзгере алмай жатыр, жетпей жатыр. Оған уақыт керек. Шындық деген нәрсеге сенбейді. Үміт пен сенімділік азайып тұр. Бірақ бұл соңғы, әсіресе қаңтар оқиғасынан кейін, әсіресе мына соңғы кездегі жаңағындай қаншама генералдың, қаншама үлкен лауазым тұлғалардың бетпедел жойылғаннан кейін, бұл енді халықтың арасында дүрбелең туғызып жіберді. Ананың санасын оятып жіберді. Ол мынау болмайды екен деген келді. Енді сол үшін бұларға екінші, қазіргі жастардың бір сенбейтін нәрсесі, жаңа мен статистика жалған дейтінім. Бізде бір жаман нәрседе пайыздап айтамыз. Анау қабатып бір өзінің әзіл сықағында керемет келтіреді ғой. Былтыр сондай пайыз еді, былтыр бір пайыз деген нәрседен айтпау керек. Мысалы, қазір біз енді күнделікті тамақ алып жүргеннен кейін, оның бағасы күн санаған емес, сағат санап өсіп бара жатқан, нанның бағасы өсіп бара жатқанын біліп отырмыз ғой. Бірақ осыны жоғары жаққа бізде аппаратта биыл нан арзандады деп кеше мысалы сайтта жүрді, оның бағасы былтырғыдан қарағанда 2% арзандады дейді. Енді осындай кезде не деп айтқыңыз келеді? Атаңның басы деп айтып қалғыңыз келеді де, бірақ тіліңіз тістеп қаласыз. Ал бұны жастар көріп отыр ғой. Ал бірақ осы жүйені бұзатын не? Сананы ояту керек. Ал біздің, сіз екеуміздің міндетіміз не? Ана барған жерге адамдарға нәрсені жан-жақты толық түсіндіре алсаңыз, мысалы ауылды жерде мықты-мықты аналар бар. Өтте мықты, рухты. Жаппай айтуға да болады әйелдерді. Баласын тәрбиелеп отырған солар ғой. Сол кісілер баласына, мүмкін ол әйел ертеңгі президентті тәрбиелеп отырған, бүгін өз түсініп отырған жоқ. Ертеңгі әкімді, ертеңгі прокурор тәрбиелеп отыр. Оны өз түсініп тұрған жоқ. Ол ойлайды, ой, ана жемқорлар болады, менің балам не деп ойлайды.
ол баласы ертең болады. Сол үшін сол кісінің санасына сенің мына отбасыңа беріп жатқан тәрбиең отаныңа беріп жатырмын дегенді анаған жеткізу керек. Сенің тәрбиелеген бараң ертеңгі күні отанның иесі деген. Айланып келгенде бізде қазір 130 ұлыс бар дей ма? Ол ұстамайды. Осы отанын, осы ел жерін, осы қазақпен ұстайды. Но қазақтың елі, қазақтың жері. Иесі қазақ. Оны әлем мойындап отырғанда неменесін жасырады? Ал бірақ сол қазақ ананың айтқан орысша сөйлеп, анау сөйтті. Ой, орыстар ғана шын айтады. Немесе мықтылар ғана мықты, біз жоқпыз деген жалған сенімнен арылту керек. Сонда жеңеміз. Жалған сенімнен кім арылтады? Айланып келгенде жаңағы әйелдер арылтады. Аналар олар ұлттың тұтқасы ғой. Біз сол аналарға дұрыс бағыт бере алып отырмыз ба, жоқ па, оны айтамын. Енді қайсы бір аналардың өзін тәрбиелеуіміз керек. Енді сол анамен бетпе-бет сөйлеспесеңіз, ол тәрбие алмайды. Оған кім беріп жүр тәрбиені? Ана жаңағы күнделікті бірде жұмысы бар, бірде жоқ. Көшеге шықса 5 жігіт, үшеу арақ шектеп тұрады. Екеуі жаңағы ана тарақ кеткен 36 тонна есіктіңіздің дәм татып қойғаны бар. Одан кейін билікке өкпедер қара қазандай болып жүргендер ауылда жетеді. Даже билік деген не екенін білмейтін адам билікке өкпелей береді. Шенеунік деген сөзді жақсы айтады да. Шенеунік не істейді деп сұрасаңыз түсінбейді. Мемлекеттік саясатты білмейтіндер мемлекет туралы жаңағы пікір айтады ғой. Билік туралы, мына дипломатия туралы әңгіме айтады. Бір ауылда жүріп бір жігіт соңында осы шенеунік деп ызаланып тұрған жігіттен соңында сұрадым, бергіш дедім, келді. Сен не шенеунік болмайсың дедім. Сен тілің деген сайрап тұр. Ой, бізді алмайды ғой дейді. Сен оқыдың ба десең. Иә, кезінде жаңағы нені оқыдық қой дейді. Ақшамен оқығам дейді. Не білім алдың? Қайда дипломсың? Жатыр дейді. Неге істемейсің дейді. Сен егер қабілетің бар болса, ел өзіңдікі болса, жер өзіңдікі болса, сен барып өзі айтып көрдің бе? Мен қызмет атқарайын деп айттым ғой, жоқ дейді. Мен алмайды дейді. Жоқ, сен алмайды деген сөзі саған кім үйретіп жүр өзі деді. Сен барып көрдің бе? Неменеге барам дейді. Көрдіңіз бе? Иә. Ал егер сол кішкене қабілеті бар, жаңағы дипломды рас оқып алған болса, ана әке шешесінің 2-3 қойын саттырып алып алды ғой дипломды, алтта тастап қойды. Ал ол өзі оқып алған болса, ол қала ма? Қалмайды ғой, бір жұмыс істейді. Құреке, сіз енді қоғам қайраткері, саясаткерсіз. Бұл басты қырыңыз, екінші бір қырыңыз, сіз үлкен шығармашылықпен шұғылданасыз. Мықты ақынсыз, публицист, көсем сөзшісіз. Мақалаларыңыз бұқалар ақпарат құралдарында шығып атады. Өлеңдеріңіз шығып атады. Асырмаңыз. Өзім оқып тұрам, оқығанымды айтып отырмын да. Сонда көбісі жаңағы сізбен біз айтып отырған жастарға тәлім, отанды құрметтеу, ата-ананы құрметтеу, мына жалғыз қара шаңырағымыз, бәріміздің жалғыз отанымыз қазақ мемлекеті үшін адал еңбек ету, жастарды ғылымға, ғылым деген ол адамзаттың сәулесі ғой, соған шақырасыз. Жалпы шығармашылығыңыз туралы айтсақ, ақындыққа қашан ден қойдыңыз? Мен 72-73 жылдарда 7-8 класста жүргенде сол кішкене быт-быттап өлең жазады. Мен негізі туған анам жаңа суырсам ақын болған кісі екен. Оны мен кезінде түсінбеппін де естімеппін. Содан енді Арғатанында да беркінде естідім, жаңа айтыскерлер болған екен. Негізі сол мынау тұқым қуалайды деген бір нәрсе болар ғой, тектілік. Сол нәрсе болады екен. Бірақ ол жаңа қайтып одан 9-10 сыныпқа кірдік, одан университетке түстік, қалды ол ақын. Бірақ университетте 3-ші курста жүріп, бір ауылдың тойына барып аяқ асты, 1-2 келіншек деген қырып жойып, жаңа жігіттерді айтысып жатыр екен. Үйдің иесі қоймай айтыс деп. Сонымен айтыстым. Соны бір енді не болып. Содан ол өтіп кетті. Содан кейін адам бұл өмір деген ұстаз екен. Негізі бәрін осы өмір түсіндіреді. Өмірден алған нәрсе ол санаңыздың
бар жеріңізде қалады. Сол өзі жалпы айландырып беріп осы өмір бізді тәрбиелейді. Содан сол жаңағы кейде ашуланасы, енді мен қанша дегенмен шетелден келдім ғой. Кейде жаңа шеттеліп қалам, қақпаланып қалам бірдемеге. Қақып қалады, жаңа айтпа дейді, ақылдың бәрі жоғары жақта отыр дейді. Анау көріп тұрғаннан кейін енді өзі ана жақта жүргенде моңғолдарға есе бермейтін, көп шынымды айтса. Қазақтар үшін талай олармен төбелесіп жаңағы. Иә. Тіпті 100 грамм ішсеңіз де ойлап отырасыз. Иә. Мына моңғолдың қасында мас болып қалмай, мен қазақпын деп отырасыз. Ана рух деген ананы түсіп бермей. Ар жақтан жібермейді ғой. Содан сол кезде жаңағы жүргенде қайтадан сол 2012 жылдардан бастап қайтадан сол мақала жаздым, өлең жазып жүріп, сол сөйте 2014-тен кітап шығара бастадым, өлеңдерім жиып. Қазір уже 8 кітап шығардым. Әр мақалам жазған сайын, мысалы жылдың басынан аяғына дейін жазған мақалам мен өлеңдерімді жылдың аяғында жиыстырамда кітап қыла салам. Соның жартысы өлең, жартысы мақала. Қазір қанша кітабыңыз шықты? 8 кітабым шықты. Бәрекелді. Сол 8 кітабыңыз тағы да еселенсін. Рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз. Қоғамның бір тегершігі болып, елдің бір алдындағы көсем сөзшісі болып, осы қалпыңызда, бойыңыздағы барыңызды халқыңызға беріп, ортамызда абыройлы қалпыңызда жүре беріңіз, Құреке. Әмин айтқаныңыз. Бүгінгі салиқалы әңгімеңізге мыңда бір алғыс. Көпшілік айта бермейтін терең әңгімелер айттыңыз. Оны әрине көрермендер түсінеді деп ойлаймын. Осымен ағайын, хабарымыз аяқталды. Ақ жүзді, ақ баталы болайық.